Түркістанда әлемдік стандарттарға сай 1200 адам сиятын мұз айдынының құрылысы жүріп жатыр. 2 гектар жерде орналасқан мұз сарайы келер жылы пайдалануға беріледі. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің тікелей бақылауымен қолға алынған құрылыс жұмыстары кестеге сәйкес жүргізілуде. Заманауи кешеннің жалпы аумағы 5000 шаршы метрден асады. Құрылыс барысының бақылаған облыс басшысы мердігерлермен кездесіп оларға нақты тапсырмалар жүктеді. Шаһарда бой көтерген халықаралық дәрежедегі еске кесу каналының негізгі құрылыс жұмыстары жыл соңына дейін аяқталуы тиіс. Құрылыс алаңында болған облыс әкімі Өмірзақ Естайұлы жауаптыларға осылай деді. Елімізде теңдесі жоқ олимпиадалық су кешені 80 гектар алқапқа жайғасқан. Су және жағажай спортының танымал түрлерін дамытуға септігін тигізетін спорт кешенінде кеңселер, қонақ үйлер, сауда орталықтары, кафелер, спорт және ойын алаңдары, аквапарк, балалар аттракциондары және басқа нысандар орналасқан. Бетондау жұмыстары жүріп жатыр. Түркістанда сонымен қатар Тұран футбол академиясы салынып жатыр. 20 гектар жерде құрылыс басталған футбол академиясының инфрақұрылымы әлемдік стандарттарға сәйкес келеді және мұнда спортшыларға Еуропаның үздік клубтарына сәйкес жағдай жасалады. Жаңа кешенде еуропалық стандартқа сәйкес келетін 11 үлкен және шағын футбол алаңы, жасанды жабын, толық суару және дренаж жүйесі бар. Облыс орталығында ат спорт кешені де салынуда.